Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен американдық өте дәмді Челси атты тоқаштың рецептімен бөлісемін. Менімен бірге болыңыздар. Бізге керек ингредиенттер ол ұн, жылы сүт, бір жұмыртқа, қант, ерітілген сары май, дрожжи, салмасына мейіз, қант және де сары май және де корица. Мен қамырын миксермен жасадым, негізі қолмен жасасаңыздар болады. Осындай миксердің ыдысына ең бірінші құрғақ ингредиенттерді саламыз да барлығын венчиктің көмегімен араластырып, кейін жұмыртқасын, сары майын және де жылы сүтті құйып, барлығын араластырамыз. Егер сіздерде миксерде араластыратын болсаңыздар, онда ең бірінші скоростьқа қойып, кейін екінші скоростьқа қойып, жақсылап бәрін араластырамыз. Міне қамырымыз дайын болды. Енді қамырымызды қолдың көмегімен біркелкі қылып илеп аламыз. Одан кейін кішкене май құямыз да, үстін пищевой пленкамен жауып, жылы жерге 1,5 сағатқа қойып қоямыз. Сол кезде 1,5 сағаттың ішінде біздің қамырымыз жақсылап тұрып көтеріледі. 1,5 сағаттан кейін көтерілген қамырымызды столдың үстіне төңкереміз де, одан кейін жақсылап оқтаудың көмегімен 4 бұрышты етіп жаямыз. Қолға жабыспайтын, өте эластичный, жұмсақ қамыр болып шығады. Қолдың көмегімен қамырымызды 4 бұрышты етіп аламыз да, кейін тағы да оқтаумен жайып шығамыз. Қамырдың шетін 4 бұрышты етіп қолдың көмегімен тегістеп алдым. Енді ерітілген сары майымызды қамырдың үстінен жағып шығамыз. Салмасына дайындаған қантымыздың үстінен 1 шай қасық корицаны қосып, екеуін араластырамыз да, кейін қамырдың үстінен мейізді орналастырамыз. Енді мейізімізді орналастырып болғаннан кейін, оқтаудың көмегімен мейізімізді қамырдың ішіне қарай тегістеп шығамыз. Орналастырған мейізіміздің үстінен корица мен қантты сеуіп шығамыз. Енді қамырымызды шетінен алып, астында жатқан ковриктің көмегімен жақсылап қамырымызды орап аламыз. Қамырыңызды міндетті түрде осындай ковриктің үстіне, не болмаса пергамент қағазының үстіне жайып алыңыздар. Енді қамырымыздың шетін осылай біріктіреміз. Тоқаштарымызды міндетті түрде осындай шыны ыдыста пісіріңіздер. Сол кезде сіздердің тоқаштарыңыз 4 бұрышты болып формасын алады. Енді тоқаштарымызды 9, не болмаса 8 бөлікке бөліп аламыз. Кесілген әрбір тоқашты ыдысымызға орналастырамыз. Міндетті түрде ыдыстың асты жағын маймен жағып алыңыздар. Ал енді тоқаштарымызды осы ыдысқа орналастырып болғаннан кейін 40 минутқа жылы жерге қойып қойыңыздар. Сол кезде сіздердің тоқаштарыңыз осындай өте әдемі болып көтеріледі. Енді тоқаштарымызды 180 градуста қызып тұрған пеште астын үстін ғана қосып 20-25 минут пісіресіздер. Тоқаштарыңыз осындай өте дәмді, үлпілдек, жұмсақ болып шығады. Міндетті түрде менің рецептімен жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайтынына мен 100% кепіл беремін. Сонымен қатар сіздердің ыңғайлықтарыңыз үшін барлық рецепттің ингредиенттерін осы видеоның астында жазып қойдым. Менің каналыма тіркеліп, пікір жазып және де лайк қойыңыздар. Сонымен қатар достарыңызбен бөлісіп отырыңыздар. Келесі кездескенше күн жарық.